Атыраулықтардың бірлесуімен жиналған гуманитарлық көмек Мақтаарал ауданына табан тіреді. 150 тоннаға жуық азық-түлік пен қаржылай көмегін ала барған ағайынға Мақтаарал халқының айтар алғысы шексіз. Елдің ісі ердің мойнында. Атыраулық азаматтардың Мақтаарал жұртшылығына деген көмегі айтса ауыз толарлықтай дерсіз. Апталық жерден жүгартып барған азаматтарға елдің айтар алғысы да шексіз. Атырау халқындағы ағайындар келіп көмек беріп жатыр екен. Құдайға шүкір, рахмет. Алла алдына жарылқасын. Не дейміз? Мынау көріп көмектеріне ырза отырмыз. Біздің үлкендеріміз не деді? Біз мына балдар келіп түсіріп атқан балдарға да рахмет. Өздері келіп өздері түсіріп атыр. Елдің басына түсіп жатырған ауырлық біздер үшін енді Атырау халқы көз жұмып қарап отыра алмады. Осындай Атырау халқының азаматтары, сол жердегі белсенділер, сол жердегі кәсіпкерлер бәрі бірігіп осыны қолдап, елге деген аманатты, елге деген көмекті біздер алып келіп жатырмыз. Бұл жерде жалпы енді 150 тоннадай көмек келіп отыр. 5 үлкен жүк көлігімен 10-нан аса газельге тиелген азық-түлікті үлестіру алдағы күндері жергілікті азаматтардың қолдауымен жүзеге аспақ. Сондай-ақ атыраулық жігіттердің көмегі мұнымен шектелмейді. Енді қазір тағы ақпарат айтып кетейін. Енді бұл жерде сол елдің аманаты, халықтан жиналған қазір 16 миллионға жуық ақшамыз бар. Соны осы жердегі елге, осы жердегі ақсақалдар бар, билер бар, жаңа имамдар бар, сол кісілермен ақылдасып отырып, осы жердегі 5 елді мекен, суға кеткен елді мекендерге сол кісілер өздері бөліп тарататын қылады. Бұл қазақта жігіттер бар нарығасқа. Жігерлі жігіттерден құралған делегация құрамында 40-қа тарта азамат бар. Мұнайлы мекеннің мақталы өлке Мақтаарал еліне деген ыстық ықыластарына жергілікті тұрғындар дән риза. Бекболат Сатуов, Азат Нысанбаев, Асланбек Шығырып, Атырау телеарнасы, Түркістаннан.